Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Қазақ тілінде қосымшалар негізінен буын үндестігіне бағынып жалғанады. Алайда біраз қосымшалар бұл заңдылыққа бағынбайтынын сіз білесіз бе? Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар мыналар: көмектес септік жалғаулары: мен, бен, пен. Мысалы, баламен, ұстазбен, қонақпен. Тәуелдік мағыналы жұрнақтар: нікі, дікі, тікі. Мысалы, баланікі, қонақтікі, ұстаздікі. Зат есімнің рен мәнін білдіріп тұратын жұрнақтар: еке, сымақ, тай, жан, паз, қор, қой, қана. Мысалы, басеке, кісісымақ, шешетай, әкежан, өнерпаз, еңбекқор, дәріхана, емхана. Келесі, шет тілінен енген жұрнақтар: ова, ева, ин, ина. Мысалы, Ауезов, Жұмабаев, Сейфуллин, Жұмағазина. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.